Сәлем қыздар, мен сіздерге бүгін құймақ жасау әдісін көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан шығатын көріп тұрғандарыңыздай. Жұмсақ, дәмі деген тәтті болады, өте ерекше. Мінекей. Ол үшін қыздар, менің YouTube каналыма жазылып, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын. Ең алдымен бір бокал жылы сүтімізді құйып, одан кейін тура сол бокалмен ұн салатын боламыз. Бір бокал толтырып саласыздар. Одан кейін бір бокал жылы суымызды құямыз. 3 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Және тұз, бір шайна ложка тұз, 3 ас қасық шекер салатын боламыз. 3 ас қасық пісте май құямыз. Және де кішкене содаға уксусымызды араластырып, жақсылап араластыратын боламыз. Уксус бізде 9% болу қажет. Миксердің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз осылай. Мінекей қыздар, менде ұн сәл аз сияқты болды да, кішкене тағы да ұн қосып жібердім. Өздеріңіз байқап көре жатасыздар. Ең алдымен тапамызды майлап аламыз. Ең бірінші жасаған кезде блинчиктеріміз, ол барлығымызда болатын нәрсе. Ең бірінші құйған неміз жабысыңқырап, онша емес болып шығады. Ол кезде де мән бермейміз, оны алып тастап. Одан кейінгілері жақсы шығады. Мінекей, мен уже 2 тапамен істей бастадым. Өйткені ертерек бітейін деп, көріп тұрғандарыңыздай 2 тапамен тез-тез істеп тастадым. Мінекей қыздар, блинчигіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.